Хей, бәріңіз сәлеметсіздер, сендермен Асхат. Бүгін біз Skibidi Toilet'тің 14-ші сериясы шықты. Skibidi ерекше әлемінде, достар, иә. Мен қазір асығыс сол реакцияны түсіріп жүрейін деп жатырмын, себебі менде қазір самолет бір сағаттан кейін. Сондықтан да тезірек, достар, видеоны лайктарыңды басып кетіңдер видеоның астына, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар және каналға тіркеліп кетіңдер. Ал біз қазір бастаймыз. Сразу по традиции алдындағы бір сериясын көреміз, еске түсіреміз не болған, содан кейін өзі жаңа серияны көретін боламыз. Сондықтан да видеоны до конца көріңдер, егер жаңа серияға реакцияны көргілерің келсе. Ема. Офигеть. Ну, как обычно, короче, дрельдер не стеватор, тесватор, я. Болды, в общем, экшн сериясы ғой бұл. Я. Короче, бәрі мына жерде соғысыватыр. Skibidi pop, yes. Осы жерде негізі көп нәрсе болып жатқан. Мысалы, кислота Skibidi бар. Бар, оригинал әлемде де бар ғой бұналар. Мына қарасыңдар, шняқты төбелесіп жатқан камера бар. В общем, түсінікті. Мен Skibidi лабораторияға неге кетіп бара жатқанын түсінбедім ше, бәрібірде. Сағат титанды жөндеуге ма? Так, в общем, қазір бұл жарылады. Болды. Так, енді. Анау, наушниктегі Skibidi маған ұнайды, Гаррис модтағы. Болды, өлді. Ух ты. Телепорт, не, Вантусманның замораживать ететін способности бар ма еді не? Анау, қатырып қоятын. В общем, бұл жер мен есімде. Бұлар қазір няқтан зоом ғалым, короче, өлтіреді наны, я. Сосын осы бізді сатып кету керек па идея. Осы сатып кеткен жерінен жалғастырам екен, или қалай? Блин, прям өлеңде страшно ше. Skibidi апокалипсис. Болды. В общем, осы шаруа, достар. Деваны жағып жібереді. Болды, достар, короче, сразу жаңа серияға өтсек болады па идея. Смело, мен есіме түсті. Ал, достар, короче, сағат әлемінің жаңа сериясы шыққанына ровно 57 минут болыпты, сондықтан да давайте бастаймыз, достар. Так, мынаяқта не отыр? Так, короче, Skibidi не қинап жатыр, информацияны білгісі келіп жатыр. Чпох. Не деген звуктар, но? Болмайды деді. Дымды да әкелмейді дейді. It's a trap. Trap деген не? В общем, жетпагы бұзылып қалды. Жетпагында май таусылдау деймін. Жаңа скибидист. Ужас, айбай. Жынданып жатыр. Бірақ біздің спикер титанға ондай тупой способностьтер действовать етпейді ше. Камера титан оралды. Хорош. Екінші рет бұндай прикол болмайды уже. Өтпейді деді ғой екінші рет. Бірақ линзасын жауып алды ше. Типа оригинал әлемдегі линзасын жауып алды көзіндегі. Нау жынданып кетті ғой. Камера титан неге жынданып жатыр? Қой.
Ашалет. Жынды ма мынау? Ашуыңды бас, бауырым. Осы үшін лайк қой достар, бүйтіп істеген үшін, ё-моё. Топ қой, топ. Как обычно біздің не, дрель титан бәрі біткеннен кейін келе ма? Молодец. Дұрыс, дұрыс. Retreat, it's a trap. Тағы бір проблема басталды ма, не болды? Жоқ. Түсінбедім, ағылшынша білмейді екенмін. Короче, дрель титан бір нәрсе істеді жатыр. Не істеді? Не істеді деді, типа артынан жүр дей ма? Ей, қалайсың, айна кет деді ма, типа. Бармаймын деді ол. В общем, вертолет келді, біз қашып бара жатырмыз. А чё за подстава? Жарып кетті, короче. Скибидистер келді. Дрель ештеңке істей алмайды енді бұларға қарсы. Неужели дрель ұтылады? Дрель бәрін сындырып жатыр. Бірақ ол оған көмектеспейді. Ё-моё, қашып кетсейші. Хорош. Уақыт тоқтатып қойды. Зумғамды көрсетті, еба! Еще сағаттардың технологиясымен. Мынау вообще кім? Ашалет! Өлген жері осы. Басы кетіп қалды. Өз-өзін жарды. Точно. Өз жерден бітеді бәрі. ГГ. Бітті. Жоқ, соғымғалым кетіп қалды. Короче, өз-өзін жарып жатыр. Логично. В общем, логично. В общем, достар, бұл серия маған өте қатты ұнады. Мынақта Рамазанчик аңдып жатыр. Егер Рамазан мен осы әлемді көргілерің келсе, обязательно лайктарыңды басыңдар да Рамазандыға көрсетін әлемді деп жазып кетіңдер. Сол кезде мен Рамазанға осы сериялардың бәрін көрсететін боламын. Бірақ 14-ші серияны көрсетпеймін, себебі оған ол қызық болмайды. Ал осымен видео аяқталды, достар. Лайктарын басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі видеода кездескенше. Давайте.